Неліктен біз күнде Фатихада осы түзу жолды сұраймыз? Неліктен? Өйткені біздің көптеген қырларымыз түзу жолға келе қойған жоқ әлі. Мүмкін оқып жатқан намазымыз арқылы біз намаз оқып жатқан кезде мүмкін тура жолдамыз. Көрдіңіз ғой. Бірақ тілімізбен ғайбат айтып жатқан кезде тура жолдамыз ба біз? Біз тура жолда емеспіз біз. Оны ескертеді пайғамбарымыз саласы. Бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар. Өлі бауырының етін жеп жатқанмен бір дейсің дейді. Сосын өсек бар дейік бізде. Қорықпаймыз, өсек тарс еткіздік. Пайғамбарымыз саласы айтады, өсекші жәннатқа кірмейді дейді. О хадисті естігенбіз біз. Әлі айтып жүрміз өсекті. Біз тура жолдамыз ба біз? Сен өсекпен білесің бе, қаншама адамның арасын бұзып тастадың сен? Ол адамдардың арасын кім бұзды деп ертең шақырылады. Кім? Кім кепіл біздің біреуіміздің есіміздің аталып қалмауына? Сондай нәрселер бар. Ата-анаңмен қарым-қатынасың қандай? Реттелді ма? Полировать еттің ба ата-анаңмен қарым-қатынасыңда? Оны полировать етпесең, неменеге біреуге әңгіме айтып жүрсің? Қашан полировать етесің оны? Балаңмен тәрбиеңде дұрыс па бәрі? Көршіңмен мысалы айтайық жаңағыдай. Осының барлығы жөнге келу керек. Бұл түзу жол деген нәрсе құрметті. Түзу жол. Жаңағы Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп басталған, бұл қадам басталғаннан кейін, бұл енді Алла Тағала бізді жаңағы әркімге өзінің ажалы жеткенше тәлім тәрбиемен ұстайды. Сол жолда сіз келе жатқан кезде жаңағы ата-анаңмен бір сынайды, әйеліңмен бір сынайды, балаңмен бір сынайды, малыңмен бір сынайды, бақшамен бір сынайды. Сол кездерде біз былай кет қалмайтындай. Біз бір қалыпты келе жату керекпіз. Бақша жеміс бермей қалды. Алхамдулилля. Алла, білесің ғой өзің. Сен маған жақсылықтан басқа нәрсе қаламайсың. Күнәмді кешірші менің. Сол күнәларымның кесірінен болды ғой мынау. Көрдіңіз бе? Өйткені Алла Тағала бізге қағида түсіріп қойды Құранда. Ниса сүресінде айтады: егер де басыңа бір жамандық тисе, фамин нафсик, өзіңнен дейді. Көрдіңіз бе? Өзіңнен дейді. Не үшін істеді Алла Тағала оны? Мен данамын деп отыр. Даналық деген есімді жоғалтып болмайық. Бақша жеміс бермей қалды ма? Ол дана. Дана Алла істеді оны. Өйткені менде проблема болған. Көрдіңіз ба? Менің Аллаға әдемі жасамаған жерім бар. Сондықтан маған әдемі жасамады. Ол әдемі жасамағанда, ол дүниеде істеді осыны. Ертерек ақыретке бармай тұрғанда, таразының алдында әдемі жасамаш, жаңағыдай басқаша жасалмаш үшін де. Көрдіңіз ба? Сондықтан әрбір нәрсе даналық. Сүрініп қалған жеріңде де, жерде де, неде де еш нәрсеге тіл тигізбе. Сен кінәлісің. Сүріндің ба? Сен кінәлісің. Сенде кінә бар. Біз соны мойындау керекпіз. Раббым, кешірші мені. Көлікпен келе жатқан кезде сол нәрсе дөңгелегің жарылып қалса, үйге келген кезде де қай жерде бір нәрсе бол, адамға жорыма оны. Өйткені сенің проблемаң шешіліп жатыр. Сені Алла Тағала полировать ету керек. Әбден өзіне бойұсындырғысы келеді. Әбден өзіне көнбіс құл қылғысы келеді. Міне, сол үшін болып жатқан нәрсе. Сені мазалау үшін істеп жатқан жоқ Алла Тағала оны.